Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат, құрметті көрермендер. Қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын, құтты болсын. Мынау халықтан намазхан мұсылман жамағатына мынандай сұрақтар келіп жатады. Рамазан айында ораза ұстаған кісі денесінен қан шықса, немесе шашын, тырнағын алып тазаланса, оразасы бұзыла ма деген. Бұл жағдайларда ораза бұзылмайды. Бір қағиданы есте сақтауымыз керек. Сырттан кірген нәрсе оразаны бұзады, ал іштен шыққан нәрсе ол дәретті бұзады. Сол үшін қан, тырнақ, шаш сияқты нәрселер бізден шыққан соң бұл оразаны бұзбайды. Сырттан азық ретінде су немесе азық түлік тамақ кірмеген соң ол ораза кедергі келтірмейді. Тазалық иманның жартысы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әрқашан Рамазан айының да ораза ұстаған күндері күндізде тазаланып, шайынып, жуынуға болады. Осыған байланысты мынау әуізде және өзенде шомылса, моншада шомылса ораза бұзыла ма, бұзылмай ма деген сұрақ бар. Жалпы ораза бұзылмауы да мүмкін, бірақ әуізде және моншада, өзенде адам баласы суға шомылғанда, дене суға шөліркеп тұрған кезде сол бүкіл дене суды жаңағы жұтып ораза бұзылу қаупі болғандықтан ғалымдар мүмкіндігінше бұл нәрселерден ұзақ тұрып, шайынып, жеңіл-желпі үстіне су құйып шайынып, жуынуға болатынына рұқсат береді. Сол үшін осы монша немесе әуізде өзенге бастан аяқ сол денемен суға кіруді ғалымдарымыз құп санамайды. Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк құтты болсын. Алла Тағала ниеттерімізді қабыл етсін.